Баршаңызға сәлем. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге етсіз котлет дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге тек қана картошка қажет болады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Бізге қажет заттың барлығын әдеттегідей описанияда қалдыратын боламын. Котлетімізді жасау үшін бізге картошка қажет. Картопты алдын ала тазартып дайындап қойдым. Енді тазартылған картошкамызды майдалап турап пісіріп аламыз. Содан соң пиязымызды да майдалап турап аламыз да қызартып қуырып алуымыз керек. Азғантай май құйып пиязымызды қуырамыз. Егер сіздерде сыр болып жатса қоссаңыздар болады, бірақ сыр қосу міндетті емес. Мінекей пиязымыз жақсылап қуырылды. Енді картошкамызды піскен бөлек ыдысымызға салып дайындап қоямыз. Мінекей картошкамыз пісті. Енді оның үстінен тұзымызды, бұрышымызды, қуырып қойған пиязымызды, азғантай сары майымызды барлығын салып, жақсылап езіп аламыз. Көк пиязды да салуды ұмытпаймыз. Жақсылап араластырамыз. Енді картошкамыз бірігу үшін біз крахмал қосамыз. Картофельный, кукурузный үйіңізде қайсысы бар, соны қосып жасай бересіздер. Егер екеуі де болмаса, ұн қоссаңыздар болады. Бірақ негізі крахмал қосып жасағандарыңыз дұрыс. Жақсы бірігеді. Мінекей осылай жақсылап қолымның көмегімен араластырып аламын. Енді дайын болған картошкамызды алып, котлеттің формасын жасап аламыз. Барлығын дәл видеодағыдай жасаңыздар. Барлық картошкамызды котлеттің формасына келтіріп алдық. Енді біз оны қытырлақ қылып шығару үшін, яғни хрустящий болу үшін бізге 2 жұмыртқа және панировочный сухарик қажет болады. Осыларды тәрілкіге салып дайындап аламыз. Котлетіміздің біреуін алып, бірінші жұмыртқаға, содан соң сухариге аунатып аламыз. Дәл видеодағыдай кезек-кезек котлетіміздің барлығын жасайтын боламыз. Осылай бірінші жұмыртқа, содан соң сухари. Дәл осылай өте оп-оңай барлығын жасап шығасыздар. Етсіз жасалынады бұл котлет. Әрі балдарға өте қатты ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Үйдегі қолжетімді азық-түліктерден дайындалады. Егер жасап жатсаңыз, міндетті түрде комментария қалдыра кетіңіздер. Барлық котлетімізді дайындап алдық. Енді табамызға майымызды құйып, қызғаннан соң котлетімізді салып, екі жағынан қызартып қуырып аламыз. Осы котлетті міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Өте тойымды болып келеді. Әрі балдарға қатты ұнайды деген ойдамын. Егер видеоны соңына дейін қарасаңыз, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған салтанат, назарларыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.